Сәлем достар, бүгін қызылшадан икра дайындаймыз. Өте дәмді, өз алдына жеке тамақ болатын салат. Алдыменен 1-2 штук свекламызды, яғни қызылшаны жуып, қайнатып, пісіріп аламыз. Енді бір жуаны ұсақтап тураймыз. 2 ас қасық майда жуаны қуырамыз. Оған 1 тісше сарымсақ қосамыз, теркадан өткізіп. 1 шай қасық томат пастасын қосамыз. Араластырып, қуырып аламыз. Енді үстіне піскен теркадан өткізілген қызылшамызды қосамыз. 10 минут қуырамыз. Енді 1 шай қасық тұз қосамыз. 1 шай қасық қант және 1 шай қасық немесе жарты шай қасық ащы қызыл бұрышын қосамыз. Араластырып 5 минуттай қуырамыз. Қызылша икрасы дайын. Өте дәмді салат. Аз көк сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Пісіріп көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.